Наурыз мейрамы қарсаңында Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінде тұсаукесер рәсімі өтті. Еуропалық одақтың орталық Азия бойынша арнайы өкілі Терри Хаккала мерекенің құрметті қонағы болды. Салтанатты шараны Брюссельдегі тілшіміз Жанат Эрнстте көріп қайтты. Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінде бүгін ерекше күн. Салт дәстүрді дәріптеу мақсатында кішкентай Айшаның тұсау кесілгелі жатыр. Отандастарымыз жырақта жүрсе де ата дәстүрді берік сақтайды. Оған талай рет көзіміз жетті. Жас сәби тайтайлап жүре бастаған кезде ата-анасы баламның жүрісі ширасын, өмір жолы ашық болсын деп тұсаукесер тойын жасайды. Бұл халқымыздың ең маңызды әрі әдемі әдет ғұрпының бірі. Рәсімді көпшілікке құрметті адамға жасатады, сол кісінің жолы, жақсы қасиеттері жас балаға дарысын деген тілек батамен астасады. Осы себепті бір жасар Айшаның ата-анасы қыздарының тұсауын кесуге Еуроодақтың орталық Азиядағы арнайы өкілі Терри Хаккаланы таңдаған. Осы наурыз айында тағы бір керемет дәстүрді көрсеттік Еуропалық одағының әріптестеріне, серіктестеріне. Бұл мейрам тұсаукесу мейрамы. Кішкентай сәбидің жолын ашып бердік. Тұсаукесер мерекелер әрқашанда біздің Еуропалық әріптестерге, серіктестерге көрсетуге әрқашанда дайынбыз. Солар өте қошеметтеп, бұл жаңа оларға бір тәжірибе. Тек қана дипломатия емес, бірақ осы қазақтың терең салт дәстүрлерін көруге өте қуанышты болып жатыр. Келе жатқан наурыздан құтты болсын. Тұсаукесерде осы біздің үлкен мейрамның бір бөлігі, бір жақсы мықты қадамы деп сенеміз. First of all, I have to say that I was honored to invite. Мені қазақ халқының осындай керемет тұсаукесер рәсіміне арнайы шақырған үшін алғысымды білдірем. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Бұл сәби тез жүріп кетсін деген ырыммен жасалатын өте әдемі рәсім екенін білдім. Осындай халықтық дәстүрлерді сақтағандарыңыз өте жақсы. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Дәстүр бойынша салтанатты шарада шашу шашылып, мол дастархан жайылды. Кішкентай Айшаның ата-анасы әр қонаққа тәттілер мен қадесилар тарту етті. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, 24 KZ, Бельгия, Брюссель.